Құрметті азаматтар, Ішкі істер министрлігі 2025 жылды құқық бұзушылықтың алдын алу жылы деп жариялады. Осыған байланысты заң және тәртіп қағидасын іске асыру үшін ағымдағы жылдың 10 сәуір мен 6 мамыр аралығында республика аумағында жасөспірім жедел профилактикалық іс-шарасын өткізеді. Оның негізгі мақсаты жасөспірімдер қылмысының алдын алу, кәмелетке толмағандардың құқықтарының қылмыстық қол сұғушылықтан қорғауды қамтамасыз ету. Іс-шараға білім беру, денсаулық сақтау, қадағалау органдары, жұртшылық өкілдері, ішкі істер органдарының жеке құрамы тартылды. Жұмыстың негізгі бағыты алкогольді ішімдіктерді ішетін, түнгі ойын-сауық орындарына баратын, заңды өкілдерінің еріп жүрусіз түнде жүретін кәмелетке толмағандарды анықтау, балаларға алкоголь және темекі өнімдерін сату фактілерін анықтау, девиантты мінез құлқы бар жасөспірімдерді және өз балаларын тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамайтын ата-аналарды анықтау және есепке қою, жасөспірімдер арасындағы қылмыстық көріністердің бопсалаудың жолын кесу, кәмелетке толмағандардың өмір мен денсаулығына қауіп төндіретін интернет ресурстарын анықтау және бұғаттау, оқушылар мен олардың құқықтық мәдениетті және құқықтық санатын арттыру үшін дәрістер өткізу. Сіздерден белгілі болған балалардың құқықтарын бұзу фактілері туралы дереу полицияға хабарлауды сұраймыз.